Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, әріптестер. Мен өзімді таныстырып кететін болсам, номер 7-ші жалпы білім беретін мектептің ағылшын тілі пәні мұғалімі және де 7-ші А гимназия сыныбының сынып жетекшісі Жоламан Гүлниса Биханқызы. Біз 45 минуттың ішінде баланың білімін арттыруға атсалысамыз. Ал өзімізге сұрақ қойып көрейікші, 45 минуттан тыс біз баланың жүрегіне қалай жол табамыз? Бүгін мен сіздерге дәл осы баланың жүрегіне жол табатын жобаны таныстырғым келеді. Ол сыныптың құпия почтасы жобасы. Осы жобаны ойлап таппастан бұрын мен бірнеше мәселеге тап болдым сынып ішінде. Яғни, бұл балалардың эмоциясын айта алмауы, тұйықтық сыныптағы жасырын проблемалар, және де ұйымдастырушылық, топқа бөліну, балалардың өзінің ішінде реніштің жиналуы, сыныптағы жасырын проблемалар. Қазіргі оқушылардың ең үлкен мәселесі эмоцияны білдіре алмау. Бірі ренжиді, бірақ айта алмайды. Бірі ашуын ішінде сақтайды. Тұйық үндемейтін оқушылар бар. Кейде топқа бөліну болады. Бұл сынып атмосферасына әсер ететін ең маңызды фактор. Бұл мәселелердің шешімі құпия жәшік болып табылады. Құпия жәшікте біз өзіміздің атымызды жасырын түрде, анонимді түрде жасырып салсақ болады. Және де өзіміздің еркін ойымызды айта аламыз. Қолдау мен жылы сөздерімізді сыныптасымызға деген, және біз өзіміз білдіре алмай жүрген ұстазға деген, сынып жетекшіге деген ұсыныстарымызды да айтып салсақ болады. Және де өзінің ішкі уайымымен сынып жетекшімен бөлісу. Құпия почта жобасы осы мәселені шешетін өте қарапайым, бірақ өте күшті әдіс. Сыныпқа арнайы анонимді жәшік қойылады. Әр оқушы оған жылы сөз, ұсыныс, көмек сұрау, уайым немесе біреуге айтқысы келген шынайы тілегін жазады. Бұл жоба аптасына 10 минут уақыт алады. Оқушылар хаттарын жәшікке салады. Жобаның мақсаты эмпатия қалыптастыру, ұжымдық рухты көтеру, эмоциялық қауіпсіз орта құру, және де әр баланың даусының естілуі, сыныптағы түсінбеушілікті азайту. Сынып жетекші жәшікті жеке ашып, хаттарды талдайды. Қажет болса, оқушылармен жеке сөйлеседі. Сыныппен бірге аптаның кішкентай ритуалын жасаймыз. Аптаның жылы хаты, аптаның мейірімді әрекеті, аптаның қолдаушысы. Бір айдан кейін нәтиже анық сезіледі. Сыныптағы агрессия азаяды, балалар бір-бірін тыңдай бастайды. Топқа бөліну жоғалады. Тұйық оқушылар ашыла бастайды. Менің де даусым бар деген сезім пайда болады. Жобаның кезеңдері біз оқушылармен бірге жәшікті дайындадық, сәндедік және ережелерді түсіндіру. Бұл жерде мен оқушыларға ережені түсіндірдім. Оқушыларға ол жерде барлық проблема анонимді түрде болады. Тек қана мен өзім жалғыз оқи алатынымды түсіндірдім. Және апта бойы хаттарды жинап, одан кейін апталық талдау жасаймын. Біреудің реніші болса, сол проблеманы шешуге жұмыстанамын. Және де мейірімді әрекет марапаты және айлық қорытынды жасаймыз. Мейірімді әрекет марапатын айта кетейін. Сыныппен бірге аптаның кішкентай ритуалын жасаймыз. Аптаның жылы хаты, аптаның мейірімді әрекеті, аптаның қолдаушысы. Бір айдан кейін нәтиже анық сезіледі. Сыныптағы агрессия азаяды, балалар бір-бірін тыңдай бастайды. Топқа бөліну жоғалады. Тұйық оқушылар ашыла бастайды. Менің де даусым бар деген сезім пайда болады. Бұл жерде мен оқушыларға ережелерді қалай түсіндірдім, анонимді түрде болатын, және де бір-біріне ол хаттың ішінде ешқандай жала жабуға болмайды, тек жылы сөздер ғана және ұсыныстар ғана қабылданады. Және ренішті мәдениетпен жеткізу хаттарды бір мұғалім ғана оқи алады. Нәтижесінде бұл жобада біз неге қол жеткіздік? Ұйымшылдық артады, достық атмосфера құрылды, және де эмпатия күшейді, топқа бөліну азайды. Және тұйық оқушылар ашыла бастады. Сынып эмоционалды түрде тұрақты болды. Қорытынды 45 минутта білім береміз, 45 минуттан тыс адам тәрбиелейміз.
Bir, iki, üç.